Bayan bayandaydı, bayan bayandaydı. Қайырлы күн, сіздермен әдеттегідей мен Баян Нұрмышева. Бүгін менде өте ерекше сұхбат болғалы отыр, себебі қонақта Роза Қуанышқызы Рымбаева. Саламатсыз ба? Сәлем Баян, мені осы өзіңнің авторлық қой бұл енді бағдарламаңа шақырғаныңа рахмет айтам. Көп болды, өзі кездеспей кеттік, мынау карантин болды. Және де әрқайсымыздың өзіміздің өміріміз бар, гастроліміз бар. Енді біз жиі кездесеміз деп айта алмаймын енді. Сирек. Бірақ анда-санда сендердің сахнаға шыққан жаңағы телевизиялық концерттерде көріп тұрам. Жақсы, өте жақсы, әдемі. Содан кейін енді мінезіңді, тәрбиеңді, интеллект дейді ғой, мәдениетіңді, бұлай жүріс тұрысыңды, бұлай өзім құрметтеймін. Рахмет. Бізде өнерде әртүрлі жұлдыздар бар. Олардың жұлдыздығы бір бөлекте, өмірдегі мінез құлқы, жүріс тұрысы бір бөлек. Өмірде де онша қабылдағым келмейтін нәрселер бар. Қаншама керемет биік жұлдыз болып тұрса да өнер жағынан енді өзінің тыңдарманы бар дегенде. Сондай өнердегі жұлдыз жүрген менің бауырларым, сіңілдерім бар. Енді оларды ешқашанда елге де айтпаймын, өздеріне де айтпаймын. Енді өзімнің берген бағам соларға. Себебі жүріс тұрысын көресің. Содан кейін мынау қазір кездерде өзі көп жаңағы дүниені қамтып қалу, бәр жерде бірінші болу, бәр жерде өзінің ақылын айтқанын айтсаңшы әсіресе. Ойбой, мыналар бесіктен белі шықпай жатып ақыл айтады. Бата береді тіпті ақсақал сияқты. Мен ондай жастарды онша түсінбеймін. Негізі сізді біріміз енді Роза апай дейміз. Мен енді апаймын ғой, мен 70-ке кеттім. Роза Қуанышқызы деп айтады. Негізі сіздің көңіліңізге жайлысы қалай айтқан жақсы? Өзіңе қалай ыңғайлы? Роза апай деп айта береді бұлай қазақи. Оңтүстікте әпше дейді, біреулер әпке дейді, біреулер апа дейді. Әрқалай. Біздің жақта енді апай дейді ғой, солтүстікте. Болды, Роза апай. Солай айта бер. Мен негізі 7 жасымнан бастап музыкалық мектепке барып бастадым. Көкшетау қаласындағы орталық алаңнан күнде өтіп, сол музыкалық мектепке баратын. Сөйтіп бір күні өтіп бара жатсам, біздің алаңда керемет бір ән шырқалып жатыр екен. Әпкем мені алып келеді, соны тоқтай тұрып әнді тыңдап алайықшы деп, екеуміз отырып, жаңағы әнді күтіп, соңына дейін тыңдадық. Содан мен сұрадым, бұл қандай әнші, не ән бұл деп. Сөйтіп едім, маған әпкем айтып жатыр, бұл деген қазақтың маңдайына біткен 100 жылда бір-ақ рет туылатын әншілердің бірі Роза Рымбаева деген апайым болады деп, ең алғаш сізді таныстырды. Бұл ән Әлия деген ән. Алғаштан бердім бір ғой. Батыр қызы Әлияға арналған ән деп, маған біраз сізді таныстырып, мен сонымен ең алғашқы сізбен таныстығым басталған болатын. Енді содан бері мен сізді өзіме үлгі тұтып, әрбір сұхбатыңызды қараймын, әрбір сахнадағы концерттеріңізді қадағалаймын. Бұлай айтқанда, сізден бала кезімнен сырттай үлгі алып, еліктеп өскен қыздардың бірімін. Ой, рахмет. Сізде де сондай бала кезіңізде бір еліктеп өскен, сүйіп тыңдаған әншілеріңіз болды ма? Мен бала кезімде сендергенді бұл ертегі сияқты. Мен алғашқы радио біздің үйде қалай пайда болғанын көргім. Алғашқы телевизор қалай пайда болғанын, ол кезде сендер әлі дүниеге де келген жоқсыңдар. Сол кезде, мен сахнада ән айтқан кезде, сол алғашқы телевидениедан сол тыңдап көріп, жақсы көрген әндерімнің бірі куә бол ғой. Мен соны біздің ауылда алғашқы телевизор пайда болған кезде, черно-белый ғой ол кезде. Сол кезде біздің Қазақстан жұлдыздары, оның ішінде Ескендір аға бар, Нұрғали аға бар, Бақыт Әшімі бар,
сондай Гүлвир Разиева бар, сол кісілер, Зейнеп Қойшыбаева бар, Венера Қармасова. Сол кісілер алғашқы осы телевизордан черно-белый жаңағы концерттер шығатын. Сол кезде мен сол Бақыт апаның орындауында көп болды тыңдағам. Бірақ енді оны бір керемет бір сүйіп, сондай жақсы көріп қалдым деп айта алмаймын, себебі Бақыт апамыздың дауысы меццо-сопрано. Жаңағы біздің қазақ операсындағы меццо-сопрано дауыстың бірінші соғысы болатын. Одан кейін Гүлдер ансамбліне келгенде 76 жылы репертуар жасау керек қой енді оркестрменен. Гүлдер ансамбльде үлкен оркестр болған. Репертуар жасау кезінде сол «Куә бол» әнін Тасқын маған арнап аранжировкамен жасады. Оған Талғат Сарыбаевтың қосқан үлесі бар. Гармония жағынан ерекшелік. Содан «Куә бол» әні сол күннен бастап менің орындауымда, енді Бақыт апаныкі бір бөлек, менің орындауым мүлдем бір бөлек, стилі де басқа. Басқа «Куә бол» болып шыға келді. Одан кейін Досмұқасан ансамблі орындады. Көрдіңіз бе? Мысалы, «Куә бол» әнін осы алғашқы орындағандардың бірі Бақыт Әшімова, одан кейін мен, одан кейін Досмұқасан болса, үшеуміздің орындауымыз үш түрлі, үш стиль, үш мәнер, үш дауыс. Содан бері сол Әлиядан кейін, енді Әлия енді ол үлкен диапазондан ғой, лирикаға көшкен кезде сол «Куә бол»ға көшетінмін. Халық сондай құрметтеп қарсы алды. Соны сол алғашқы осы әнді мен осы алғашқы телевизор көрген кезде көргем. Тіпті Бақыт апаның киген көйлегі де есімде. Прическасы примерно сенікіндей ол кезде сол осындай стильдер көбірек мода болған. Көйлегі сол 70-ші жылдардағы жаңағы әлі есімде. Сол Бақыт апаның солай шыққаны. Бірақ орындау жағынан, мәнер жағынан әрине мүлдем ұқсамайды. Сондықтан сондай әндер тыңдадым. Бірақ музыкалық былай айтқанда көзімді ашып, мынау стиль жағынан, гармония жағынан, музыканың жалпы бай дүниелерін мен тек қана қазақ ән емес. Мен шетелдің әншілерін де көп тыңдадым, орыс әншілерін де көп тыңдадым, совет композиторларын да көп тыңдадым. Сондықтан менің былай айта өсу, музыка қабілетімнің өсу сол көп тыңдағандықтан, соның ішіндегі ең әдемі музыканы тыңдағандықтан. Гармония жағына көп көңіл бөлетінмін. Содан кейін музыканы тыңдағанда жай ғана әнді ғана тыңдамай, ана оркестрдің ішіндегі кейбір контрапункттарды, партияларын, инструменттердің қалай ойналып жатыр, ол гармониясы қалай болып жатыр. Мен көбіне соны исследование дейді ғой бір. Музыкант ретінде қарағансыз. Мен сол музыкант ретінде тыңдап өстім, көп музыканы. Содан кейін музыка училищесінде мен скрипкада ойнадым ғой. Менде кішкене абсолютно слух жағы бар. Мен фальшты, кейбір келмей жатқан гармония жағынан бәрі осымен бала кезімнен сол радиодан естіп қоятынмын. Одан кейін мен музыка училищесіне түскен кезімде мен вокалға түскем, әрине. Балалық дауыспенен вокалға түскем, бірақ менің жасым кішкентай болды да маған айтты, сізге вокал әзірше сіз кішкентайсыз, әлі сіз өсесіз, дауысыңыз өзгереді деп скрипкаға барыңыз деді. Бірақ мен мектепте жүргенде қобызға барғам. Енді скрипка мен қобыз енді екеуінде струнный инструменттер ғой. Смычок пенен. Бірақ қобызға мен көп бармадым. 2 жыл бардым да қойдым. Сонан кейін сол бар, сонымен скрипкаға сіз дайынсыз енді былай айтқанда ойнай аласыз деді де, мені вокалдан скрипкаға ауыстырып жіберді. Содан мен недоученная скрипачка дейді ғой. Себебі мен сол училищеде оқып жүрген кезімде мен Алматыға келіп конкурсқа қатыстым да, 75-ші жыл. Сол конкурсты жеңіп алдым. Оның кейін 76-ші жылы, ол жаздың каникул кезінде болатын, 76-ші жылы мені қайтадан Гүлдерге шақырды, мен Гүлдерге қайтып келдім. Училищені аяқтаған жоқсыз? Аяқтамадым. Сосын Алматыға келдім де мен ол кезде театрально-художественный институт ашылды Алматыда. Соның ішінде факультет музыкальный драма комедий. Тасқын айтты, Роза, сол факультетке барсаң, оның ішінде музыкасы да бар, әні де бар, актерский де бар. Жаңа факультет ашылып батыр. Түсің соған түс деп, өзінің ақылын айтты да. Содан мен сол муз-комедия, муз-драма факультетін бітіріп шықтым.
5 жыл оқыдым. Очно оқыдым, заочно оқығам жоқ. Сол очно оқығандықтың арқасында мен дұрыс кәсіби білім алып шықтым. Және де ол кездегі біздің ұстаздарымыз Рымбаева екен деп ерекше бір жағдай жасаған жоқ. Жоқ. Барлық балаларменен бірге трико ки десе трико киіп, домала десе домалап, секір десе секіріп, мысық болса мысық болып, тышқан болса тышқан болып, бүйтіп. Солай барлығымен бірдей. Себебі біздің мұғаліміміз Рахилам Абдурахмановна Машурова, ол басында ойлапты, ойбой, Рымбаева келді енді. Сабақ болмайды. Ол келетті автоматпен қойдырып алады да жүре береді. Ана же звезда деп ойлаған ғой. Жоқ. Барлық балаларменен өте қатал болды ол кісі. Сол қаталдығының арқасында деп ойлаймын, мен сол сабаққа кірісіп кеттім. Сосын менде бір намыс болды да, енді аты жолы Жұлдыз Рымбаева енді басқа балаларға қарағанда енді білмей тұрған ұят емес пе? Иә. Деп әрқашанда тек қана сол 5-4 енді. Сіз бәрінен жақсы жасау керексіз ғой енді. Ұят қой. Ұят қой. Аналардың алдында күлкі болғым келмеді да. Иә. Бірақ ол балалардың барлығы да мен жасты, бір жағынан, екінші жағынан олар эстрадно-цирковой колледжді бітірген, оперный студияны бітірген, хоровой студияны бітірген, опыты бар. Дайындығы бар, 2-3 жылдан сондай оқыған, дайындығы бар балалар келді. Ол балалардың алдында да мен әрине ешқашанда ол төмен тұрғым келмеді. Барлық пәндердің барлығын 5-ке оқыдым. Сосын бізде Ахметжан Насырович Кадыров деген театр тарихынан сабақ берген мұғалім болды. Рымбаева келдің бе? Гастрольден келдің бе? Гдаски деп. Ең бірінші менен сұрайтын. Содан мен бірінші курстан бастап менде әдет болып алды. Кітаптарымды, лекцияларымды, конспектлерімдің барлығын бір чемодан өзіммен бірге алып жүретін болды. Гастрольді оқып жүресіз? Иә, себебі келсем, мұғалімдердің барлығы маған бас салады. Рымбаева келдің бе? Деп. Гастролің бітті ме? Дейді, менен бастайды. Сол кезде мен ұятқа қалмау үшін, шынында да барлық күшімді салып, дұрыс оқуға кірістім. Себебі музыка училищесінде мен ондай болған жоқпын. Ол кезде кішкентаймын ғой бір жағынан. Көбірек әнге кетіп қалып, көбірек сахнаға шыққанды жақсы көретінмін. Бәрібір скрипачкаға былай көңіл онша бөлмедім, скрипкаға. Әнге жүрегіңіз көбінесе, себебі мықты скрипачка бола алмайтынымды да білдім. Мысалы, ал енді театральныйға түскен кезде ұстаздарға байланысты ғой деймін. Қызықтыра білу. Баланы, ауылдан келген балалар, мысалы, олар актерский мастерство дегенді білмейді. Қалай ол мына пәнге бірден кірісіп кетеді? Қызықтыра білу. Одан кейін өзіңе соны түсіндіріп өзіңнен сұрай білу. Сол жағынан мықты болды деп ойлаймын мен мұғалімдерім. Содан мен қызықтым. Жаңа сіз куә болды, мен ойлайтын, сіз ең алғашқы орындаушысы, кейде ойлайтын, тіпті сізге арнап жазылғаннан. Жоқ. Бақыт Әшімова орындаған Нұрғиса ағамыз, Бақыт Әшімова деген апамызды өте жақсы көретін, ол кісі меццо-сопрано, ол кісі сол Нұрғиса ағамыздың оркестріменен көп гастрольге шығатын. Сонда Нұрғиса ағамыздың әндерінен ана кісі дирижер, көп орындайтын сол кісі. Жаңа Ария, Бірақ Нұрғиса ағамыз көзінің тірісінде айтып кеткен, менің әнімді ең жақсы орындаған Роза Рымбаева деп. Маған одан артық қандай баға керек? Әрине. Автордың өзі мен үшін жазбаса да, мен өзімше шығарғаным үшін ерекше сондай жоғары баға бергенінде мен бақыттымын өзім. Ол енді жалғыз менің еңбегім емес. Мынау аранжировщиктердің осы әнді құлпыртатын кездегі еңбегі ерекше ғой. Бізде халық оны көп түсіне білмейді. Себебі композитор тек қана өзінің мелодиясын ғана жазып береді. Сүйемелдеуі бар біраз. Ал енді оның барлығын өңдеп, оған театр тілімен айтқанда образ жасап, музыкалық стиль жасап, оны гармониямен байытып, оның жаңағы оркестр ойнайтын жерлері бар. Оның барлығын ойлап табатын кім? Ол аранжировщик. Бізде сол жағынан көп баға бере бермейді біздің осы көрермен. Себебі оны білмейді. Оны біз айтуымыз керек. Оны біз айтуымыз керек.
Бізде көрінбей қалатын кім? Аранжировщик, режиссер, Режиссер. оператор. Олар көрінбей қалады. Көрінбейді, сахна. Көрерменге кім шығады? Екеуміз шығамыз. Біз жасымыз. Біз керемет, біз жұлдызбыз. Бір 96 жылдар болу керек, Айналайын деген балалардың фестивалі болған. Сіз келіп талай сол жерде қонақ болып, әніңізді шырқап, Есімде жоқ әйтеуір балалардың бір автограф алып, сөйтіп артыңыздан жүгіріп қарап, солай жүретінбіз. Сол жылы бізді Қазақфильмге Руслан Қараның студиясына жіберді, запись жазуға. Сол жерде мен ең алғаш рет коридорда отырып, гитарамен дайындалып отырдым. Сейдолла ағамыз өтіп бара жатыр. Сейдолла, сөйтіп бізді көріп, жаңа мен гитара тартқанымды көріп, тоқтап. Таңғалған шығар. Қыз балалар бізде ойнамайды ғой, өзің білесің. Соған таңғалды маған. Енді мен бір шебер гитарист емеспін, бірақ ол кісінің бір айтқаны, мені тоқтатқан деді, қазақтың қыздарының ішінде алғаш рет классикалық гитараны ойнап отырған. Сол менің ерекше көңілімді бөлгізген деп, кабинетіне апарып, менің қасымда тағы бір топ балалар болатын. Бәрімізге өзінің ән жинағын сыйға тартты, және ең соңында маған сіздің де ән жинағыңызды қосымша беріп, Жаңбырлы түн. Соны беріп, маған айтты, осындай Роза апаңдай үлкен қазақтың маңдайына біткен жұлдызы бол деп батасын беріп, жаңағында 2 альбомды сыйға тартқан. Сол альбомды мен енді қанша жыл қайта-қайта, жаңа кассета ғой, екі жағын тыңдай беретін. Сейдолланың бір ерекше өзіне ғана тән мәнері бар, әндерінің бәрі ұқсас. Өте жылы әндер. Сосын лирика, одан кейін өзі де өмірде көп сөйлемейтін адам болған. Мынандай сөзге шешен, жаңағы керемет, бәр жерде бір ашылып кететін емес. Тұйықтау, аз сөйлейтін. Одан кейін әндерінің барлығы да сондай. Өзінің характеріне байланысты. Одан кейін ол кісі ең бірінші композитор емес, ол кісі хоровик дирижер ғой. Хоровой дирижирование бітірген ол кісі. Бірақ өзінің жаңағы лирикалық әндерін жазып жүрген, содан ол ән жаңағы біздің Тасқынның қолына түсіп, Тасқын маған жасап, онан кейін Тасқын көп әндерінің шығуына еңбек еткен, күнге табынуды аранжировка жасап, содан кейін жаңағы Жаңбырлы түн, Аман бол, оның барлығы Тасқынның еңбегі, аранжировка жағынан да, жалпы жаңағы образ жасау, характерін жасау. Себебі Сейдолла ән көрсеткен кезде дауысы да естілмейтін, сыбырлап айтатын сияқты болсын. Біз бейтаяқ тыңдайтынбыз, Сейдолла, не слышно деп. Көп қалжыңдасамыз. Семьялық үлкен дос болдық өмірінің аяғына дейін. Бұлай енді көп әндерін шығуына көмектескен сол Тасқын болатын. Жаңа Әлия әні, мен Сейдолла ағаның әні деп білем ғой, енді бірақ ол кісінің әндері, жаңа сіз айтқан сияқты, лирикаға мүлдем жұмсақ, бір мейірімді, жылы, сондай әндер. Жоқ, ол Сейдолланың әні алғашында сон лирикалы сол. Тара-тара-тара-тара-тара, тара-тара-тара-тара. Сол Сейдолланың өзі қысқа мелодияларын білесің ғой, кең емес. Оның кейін талия, тара-тара-тара, лирикалық қан ән болатын. Әлияда. Тасқын алды да, ол әннің стилін де, мәнерін де, характерін де өзгертіп, жаңағы финалын ойлап тауып, жаңа аяғында көтеретін. Оның барлығын менің дауысыма арнап, мен конкурсқа кететін болғаннан кейін, ол маған арнап, сол әннің түгел 70%-ін өзгертіп тастаған. Содан кейін біз конкурста орындап, лауреат болып келгеннен кейін, сол жақта жүрген кезде радиодан берген болу керек әнді. Енді бүкіл одақтық конкурс болып атыр, осындай әнші жеңіп атыр деп. Сонда әлияны берген кезде Сейдолла өзі танымай қалған. Себебі 70%-іне дейін өзгертіп жіберген. Стилінде, мәнерінде, размерінде, жаңағы басын, ортасын, аяғын, барлығын аранжировщиктің жұмысы ғой ол енді. Мүлдем басқа үлкен ән шыға келген, лирикалық әннен. Тасқын аға жаңа қаншама әндеріңізді өңдеді, бүгінге дейін тыңдасақ, құлақ рахаттанады. Ол енді кәсіби дирижер ғой. Кәсіби дирижер болғандықтан ол кісі үлкен оркестрге аранжировкаларды жасаған кезде, ол кәсіби дирижер ретінде қай инструменттің диапазоны, қай инструменттің техникасы,
қай инструменттің мына ноталары шығады, мына ноталар шықпайды. Себебі инструменттердің өздерінің диапазондар, регистрлары бар. Аккордтар, гармония, оның барлығын ол Москвада оқыған ғой. Өте жақсы жоғары деңгейде жасаған. Сондықтан әлия, құс жолы, заманай, барлығы сол Тасқынның қолынан шыққан сол аранжировкалар әлі күнге дейін келе жатыр, көрдің бе? Иә. Бірақ Тасқын ағаның композитор ретінде мынау Тасқын Мұқапов ағамыздың әні дегенді біз көп естімейміз. Ол кісінің өзінің әндері бар ма еді? Ол кісінің бір-екі ақ әні болды. Құлыным деген ән Әлиге жазылған. Оның кезінде клип шығарып біз жасағанбыз. Одан кейін Без тебя, сенсіз ақ деген ол джаз рок. Ол енді біздің көрерменге онша жақсы таныс емес, себебі оны мен көп орындамадым да, себебі айттым ғой, біздің көрермен Әлия мен куә болды тыңдаған көрермен әндердің барлығы солай болу керек деп санайды. Бір жаңалық, бір нәрсені әкеліп тұрсаң, жартысы түсінбейді, жартысы қабылдамайды, жартысы керісінше сын айтады. Онша емес, түсініксіз деп. Өзгерткісі келмей тұрады. Өзгерткісі келмей, сол бұрынғы, сол әлгі Шәмші Қалдаяқтың әндерінің барлығы ля минор, до мажор, три четверти, солай бола беру керек барлығы да. Бір стильде, бір образда, бір форматта. Біздің көрерменнің түсінігі солай. Дұрыс айтасыз. Әлі күнге дейін солай. Мен гитарамен алғаш шықтым да, қазір гитарасы шыққан кезде де әлі солай айтады. Иә. Неғып ол гитараны тастап кеттім. Тастаған жоқпын ғой. Ойбай, сен бүкіл концертте ондай ән айтпайсың ғой. Қызық емес қой. Қызық емес. Ол өзіңе де қызық емес, басқа нәрсе көргім келеді. Мен де музыкант ретінде мысалы әртүрлі жанрда, әртүрлі стильде орындағым келеді. Тек қана барлығы Әлия, барлығы куә бол болса, онда 2 сағат концертті көзі жұмып айта беруге болады. Шәмшінің 20 әнін бірақ айтып шығуыма болады бір концертте, мысалы. Қызық емес қой ол, музыкант ретінде маған қызық емес. Кейбір көрермен сондай жаңалық тыңдағысы келеді. Әйтпесе сол баяғы Әлия, баяғы куә болма деп отырады ғой. Иә. Сіздер Гүлдер ансамблінде 4 жыл жұмыс жасадыңыздар. 3 жыл. 3 жыл, иә. Ол жерден үлкен оркестр барлығы болды, бірақ сіздер бөлініп Арай ансамблін аштыңыздар. Ол Гүлдер ансамблінде үлкен оркестрменен жұмыс істегенім маған өте үлкен шығармашылық, былай айтқанда сабақ. Гүлдер ансамблінде Тасқын келгенде, Тасқынның мақсаты дұрыс оркестр жасау, биг бенд, 20 шақты музыкант отыратын. Онан кейін оларда балет болды, 25 адам балет. Оның кейін 10 шақты жеке орындаушы солисттер болды. Сонда үлкен коллективте жұмыс істеу, солармен бірге, бір деңгейде, мен жаңа келген әншімін, тәжірибелі әншілер бар, белгілі әншілер бар. Біз барлығымыз араласып құрласып кеттік қой. Сонда оның өзі бір үлкен мектеп. Ең бірінші үлкен мектеп сол оркестрмен жұмыс істегенбіз. Қазіргі жастар білесің, фонограммадан бастайды. Оның кейін клип түсіреді, сосын жұлдыз болып шыға келеді. Біздің кезімізде сол оркестрмен біз айлап гастрольде жүретінбіз. Күнде концерт, күнде жаңа сахна, күнде оркестрмен ән айту. Көрдің бе? Ол үлкен мектеп мен үшін. Бұл үкіметтің қолдауымен болды ғой барлығы, иә? Бұл мемлекеттік ансамбль. Мемлекеттік. Біздің барлығымыз мемлекеттің әнші. Әлі күнге дейін мен қазақ концерті мемлекетте жұмыс істеймін ғой. Сондай оркестрмен жұмыс істеу маған ең бірінші өсуіме, ең бірінші үлкен мектеп сол. Қазір бар ма сондай оркестрлер? Жоқ қой бізде. Сол үшін жастарға да мүмкіндік жоқ шығар. Беликов оркестр бар, эстрадно-симфонический. Мен сол оркестрде жұмыс істеймін, солистпін. Ол жерде бір 3-4 әнші бар. Ал енді жеке ансамбльдер жаңа Гүлдер сияқты. Ол атымен құрыды ғой. Жоқ қой. Көрдіңіз бе? Ал егерде біздің жас әншілер сондай оркестрменен бір 2 жыл жұмыс істесе, себебі ол бір әнмен жүрмейсің. Сенің әнің толыға береді, әртүрлі характерді әндер жасайсың, оркестрменен бірігіп, өсе бересің. Сондай практикалық дейді ғой, былай айтқанда. Концерттік өмір жетіспейді біздің жастарға. Ондай мүмкіндік те жоқ. Одан кейін өздері де қатты бір үлкен оркестрмен жұмыс істеймін деп талпынбайды, өкінішке орай. Бізде бірнеше оркестр бар, қалада мысалы. Соларға барып, жай ғана тіпті сол айлық емес, жай ғана барып репертуар жасап, жұмыс істегісі келетін әнші таппадым. Себебі қазіргі формат солай. 1-2 фонограмма жазады, бір әні хит болып шығады, сол фонограммамен ол жұлдыз болып шыға келеді. Өзінің даусымен, өзінің дарынымен,
жанды оркестрменен өспейді. Тек қана сондай жолмен өседі, білмеймін неге екенін. Әр әншінің біздің қаруымыз негізі ән ғой, репертуар, ән. Репертуар, ән. Сіздің айтқан әрбір әніңіз хит болды. Енді ол кезде хит деген сөз болмаған шығар, бірақ халықтың жүрегінен әр әніңіз ерекше орын алды. Осындай керемет репертуарды сіз өздеріңіз іздеп, тапсырыспен солай табатын бедіңіздер, әлде композиторлар ұсына ма? Менің айналамдағы жұмыс істеген композиторлардың деңгейі, сол кездегі талғам, сол кездегі талпыныс. Мысалы, қандай ән айтсаң да сен халықаралық конкурсқа барып, сол әнмен шығып, жеңіп келуің керек. Бүкіл одақтық конкурсқа барғанда да сол әнмен жеңіп шығуың керек. Гастрольдік сапарға шыққанда да сен сол әнмен ерекшеленіп тұруың керек. Содан кейін ол кездегі мақсат жалпы қандай ән орындаса да композиторлардың мақсаты, менімен жұмыс істеген композиторлардың мақсатының барлығы сондай музыка жазсам деген талпыныс болған. Мен сол кезде орындаған Талғат Сарбаев, Болат Сыздықов, Батырхан Шөкен, Наджиб Белдан, Дүйсенхан Сыздықов, Кеңес Дүйсекеев, Сейдолла Байтереков, орыс композиторларынан Раймонд Паулс, Давид Тухманов, Алексей Мажуков, Оскар Фельдсман, Виктор Резников деген композитор, Юрий Саульский. Бұл композиторлардың барлығы осы біздің жастармен бірге бір деңгейде тұратын, себебі музыкальный уровень мышления деген бар ғой. Сол бір направлениеде болған. Көрдіңіз бе? Міндетті түрде ол оркестровый музыкасы өте жоғары деңгейде болу керек. Мелодия жағынан да ол тек қана ұлттық бояу емес, на Европалық Совет одағының жалпы халқына ортақ. Көрдіңіз бе? Сондықтан менің бағым шығар. Мен сондай ортаға тап болдым. Сондай композиторлармен жұмыс істедім. Соның арқасында, мен сол репертуарымның арқасында, мен тек қана Қазақстан емес, бүкіл Совет одағының гастролінде жүрдім. Онан кейін Москваның эстрада симфониялық оркестрі, Ленинградтың эстрада симфониялық оркестрлеріменен мен жиі гастрольге шығып тұратынмын. Гүлдерден кейін сіздер арай тобын құрдыңыздар? Иә. Не себепті? Мысалы, Гүлдерде дайын оркестр болды, мүмкіндіктер болды. Бұлай болды. Мен Гүлдерде істеп жүрген кезімде, қай жерге барсаң да, гастрольге барсаң да, Рымбаеваны деп мен үшін гастрольге шақырды, и менің орындауымдағы әндерді көбірек сұрады. Сонда болды бұлай, бір отделениясын жеке мен жұмыс істейтін болдым. Ан жерде 10 шақты әнші жүр ғой. Ол қалған 10 шақты әнші екінші отделениясы, мен бір отделениясын. Содан кейін қой бұлай болмайды. Біз жеке өзіміздің гастрольдік репертуарымыз жасап, жеке концертпен шығайық деп, 79 жылы солай мен үшін Қазақ концертте сол арай ансамблі құрылды да, солай бөлек кеттік. Сол күннен бастап мен Гүлдердің әншісі емес, жеке өзім Рымбаеваның кеші, Рымбаеваның жеке концерті сүйемелдейтін арай ансамблі болып шықты. Жылда концерт бересіз ғой? Көктем шақырады, наурыз келе жатыр. Жоқ, осы мен ақырғы концертімді 40 жылдығымда берген. Осыдан 7 жыл бұрын. 7 жыл уақыт зымырады. 7 жыл уақыт өтіп кетті. Енді биыл міне мемлекет басшысы ауысты, жаңағы төңкеріс болды, карантин болды, ковид болды. Сонымен биыл енді жаңа әкім келіп жатыр. Бізге жаңа министр келді, мәдениет министрлігіне. Соларға бір кіріп шықсам ба деп тұрмын. Енді 7 жылдан бері мен бір жағынан әдейі шықпадым сахнаға. Менің үлкен ұлым Әли шықты ғой. Әлидің концерт Астанада болды, Алматыда болды. Клиптері түсірілді. 2 балам оқыды. Әли магистратураны бітірді, академияны бітірді. Мәди қазір академияны бітіріп жатыр. Мен ойладым, осы балаларыма жол беріп, осы балаларымның өскен үшін мен біраз пауза алайын. Осылар шықсын деп, біраз сондай кідіріс жасадым. Екінші жағынан мен сахнада 45 жыл дегенімді берейін деген ойым болған. Сахнада 45 жыл деген. Оған ковидке келіп қалдық.
Енді міне ковид өзі 2 жылдан асып кетті. Міне уже 47 жыл болды. Енді 3 жылдан кейін 50 жылдық. Енді 50 жылдыққа дейін кім бар, кім жоқ, енді тым болмаса мынау жаңа мемлекет келді, жаңа Қазақстан болып жатырмыз. Өзгеріс көп. Жаңа басшылығымыз келді, жаңа әкім келді, жаңа министр келді, президент келді. Мүмкін бұйырса дейді ғой қазақта. Бұйырса, егер жолым болса, биыл берсем бе екен деп отырмын. Наурыз думан, көктем шақырады, мен шақырамын. Ол міндетті түрде осы көктемге беру емес, жалпы наурыз енді бір жаңа ғой. Өмірімізге бір жаңа көзбен қарау, жаңа өмірдің басталуы дегендей. Аналар мерекесі бар алдында. Одан кейін 1 майымыз бар, 9 майымыз бар. Енді алда мерекелер көп. Бұйырса, соған берсем бе деп отырмын. 7 жыл концерт бермедім. Жаңа репертуарда толып қалды. Мүмкін 2 ұлыммен қосылып берермін. Себебі ол екеуінің де өзінің музыкасы бар, өзінің тыңдарманы бар. Мүмкін үшеуміз қосылып бірге берерміз. Деп оны қазір ойластырып жатырмын. Өзгеріс бола ма? Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, халық біздің қатты өзгергенімізді қаламай тұрады, сол бұрынғы әнді тыңдағысы келеді, бұрынғы образды көргісі келеді дейсіз. Мен бір қызықты дуэттер орындағым келеді. Мен Айгүл Елшібаева менен бір дуэт дайындап қойдым. Кім менен? Шаба менен бір дуэт дайындап қойдым. Олар енді дәстүрлі, өзіміздің халық музыкасына жақын. Мысалы, Қарагөз бар ғой? Иә. Мысалы, Тілеубекова. Иә. Ол дегеніңіз біздің жаңағы Алла Пугачева ғой, былай айтқанда, комплексі жағынан да, характер жағынан да. Сосын екеуміздің біліміміз бір. Біз екеуміз 2 әйелдің ұрысқанында ойнап беруге болады. 2 әйелдің таласқанында ойнап беруге. Мысалы, сондай контрасттар керек. Ана бір 2 үлкен мынандай. Жасұлан, диета, кезет. От солармен бір дуэт орындағым келеді, шынымды айтсам бар ғой. Қызыққандай. Вот көрдің бе? Себебі ол көрерменге де қызық, сосын актерский ойнауға болады. Сосын тексттерді өте ерекше жазуға болады. Көрдің бе? Ол енді менің таза актерлік сондай бір қызығушылығым бар. Сосын әрине сахнада мюзикл жанрында ойнағым келеді. Біздің Қазақстанда мюзикл жетпей тұрады. Біздің осы қанша әншілеріміз бар, соның барлығына бір үлкен мюзикл жазып, Республика сарайында балетпенен, оркестрменен бір үлкен мюзикл қойылым болса деймін, өзім армандаймын. Оған режиссер керек. Оған композитор керек, и режиссер керек, балетмейстер керек, оркестр керек, көрдің бе? Мен Мәди кіші ұлымды алып, Лондонға барып келгем осыдан 5 жыл бұрын. Сонда 7 күннің ішінде біз 5 мюзикл көрдік Лондон қаласында. Сондағы мюзиклдардың қойылымы, декорациясы, актерлердің костюмі, ойнап отырған оркестр, әншілердің орындаушылық шеберлігі, актерлік шеберлігі. Біз соның барлығын көріп қай. Мен әдейі баламды алып бардым. Себебі ол как раз жүрген академиясына түскен болатын актерский. Апарып соны 1 жұма бойы соны көрсетіп келдім. Мен енді өте қуаныштымын. Себебі мен осындай бағдарламаға бірінші рет қатысып отырмын, шынымды айтсам. Мен андай әлгі ресми жаңағы каналдар бар ғой, Қазақстан, Хабар сияқты, Абай, Еларна бар. Солардың хабарына, сосын жаңағы каналдардан жаңағы тендер алып әлгі жеке өздерінің бағдарламасын жасайтын көп хабар болып кетті ғой кезінде. Көбіне сондайлар жүргем. Ал былай шын YouTube'қа бірінші рет қатысып отырмын. Енді көрермен сіздерге шын жүрегімнен шынайы әңгіме айттым, шынымды айтсам. Сіздерге қызық болса, сіздерге Баян екеуміздің әңгімеміз қызықты болса, біз соған қуаныштымыз. Әлі талай кездесерміз деп ойлаймын. Ешқандай жаңағы әсерлеу, ерекшелік жоқ, театралдық жоқ, жаңағы шын әңгіме болды деп өзім санаймын. Көрерменге де солай болса екен деп ойлаймын. Рахмет көп. Құрметті достар, бүгін бізде ерекше сұхбат болды деп ойлаймын. Көріңіздер, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар. Баян баяндайды, баян баяндайды.